Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып осы балалықтан даналыққа деген кітапқа арналады. Бұл кітаптың жалпы кішігірім мазмұны қандай, соған тоқтала өткім келеді. Бала тәрбиесіндегі рөліне, жалпы адамды өз-өзін тәрбиелеуіне өте үлкен үлесін қосады деп айта аламын. Өкінішке орай енді балаларым сызтысады, түсінерсіздер деп ойлаймын. Балалықтан даналыққа бұл жерде, бұл кітапта жалпы адамның қалай кемелдікке келуі туралы. Жалпы бізде психологияда мынандай ұғым бар ғой. Өткенді қазбалап, ата-ананы кінәлау, балалық шақтан кінә іздеу, соның соңынан ілесіп кету, күйзелістен арылтудың орнына одан сайын анау ата тегіңді шұқылап, қазір бір сондай ата текті шұқылайтын, сондай ар жақтағы бұрынғы өтіп кеткен өкініш реніштерді шұқылайтын сондай бір психологияның ағымдары пайда болғанда. Ал бұл балалықтан даналыққа деген кітапта керісінше өмірде мән табуға үндейді. Яғни мұнда Франкл мен Элизабет Лукастың өзінің психолог ретінде қолданған тәжірибелері туралы айтылған. Әсіресе Франклдың тәжірибелері өте, тіпті қылмыскерлердің өзі түрмеде қалған, енді әртүрлі психологиялық күйзеліспен қылмыс істеп қойған қылмыскерлердің өзі Франклды өте жақсы көреді екен. Себебі Франкл оның ата тегіне, болмаса өткен өміріне сұрау жасамай, сен осы түрмеден шыққаннан кейін немен айналысасың? Сенің болашақтағы мақсат арманың қандай? Сен болашақта қандай адам болғың келеді? Енді сен немен айналысқың келеді? Деп өмірді болашаққа қарай ойлауға, болашаққа қарай итермелеуге күш салады екен. Яғни тіпті терең қазбай, сол кездегі оқиғаны жылы жауып қойып, болашаққа қарай мақсат қойып, болашаққа қарай жоспар қойып, тек қана болашақты ғана үйретумен айналысады. Яғни болашаққа қарай, яғни жақсылыққа қарай, жақсылыққа ұмтылуға қарай шақырады. Ол кез келген нәрседен мән іздеуге шақырады. Яғни біз кейбір діни ұғымдарға салсақ, онда адам тек қана таза болуымыз керек, күнә жасамауымыз керек мүлдем. Егер күнә жасайтын болсақ, онда мен дінді дұрыс емес деп тұрған жоқпын, дұрыс емес түсінбей қалмаңыздар. Дін дұрыс, бірақ сол діннің ағымымен тек қана өмір сүре беретін болсақ дейді, онда тым дұрыс адамдар тым өзін дұрыс істеп жүрмін, мен ақиқаттың жолында жүрмін, дін ақиқатқа құрылған ғой, ақиқаттың жолында жүрмін деп, ақиқатқа, шыншылдыққа өмірін арнаған, құраған адамдар ақиқат жолымен жүрмейтін, кері тірлік істеп қоятын, күнә істеп қоятын адамдардың бәрін қырып жойып жіберуі мүмкін. Өмірде адам болмай қалуы мүмкін. Яғни ақиқат адамдар бір-бірін қатты сынап мінеп кетуі мүмкін. Деген секілді адам құқы ол кезде қатты тапталып кетуі мүмкін. Адамның өзіндік ерік жігері болмай қалуы мүмкін. Деген секілді ақпаратқа сайып алып келеді де, сөйтеді әрбір тірліктен мән іздеуге шақырады. Яғни сен бұл тірлікті істегенде онда қандай мән бар? Оның мәні мен маңызы қандай? Яғни сен осы тірлікті істегенде, осы жұмыспен айналысқанда сен не сезінесің? Оның не пайдасы бар деген сұраққа сайып алып келгіздіріп, ол мәселені шешуге тырысады екен. Маған сол нәрсе қатты ұнады, шынымды айтсам. Бұл тірлікте не мән бар? Бұл жұмыстың қандай пайдасы бар? Себебі бір нәрсе пайдалы болмаса, оны жасап қажеті жоқ деп мен де өзім ойлаймын. Себебі әр адам өзінің уақытын, жұмысын, тек қана пайдасын ғана ойлау керек. Егер ол пайдалы емес болса, онымен айналысып қажет қанша, оның шынымен де қандай мәні бар деп ойлаймын да. Негізі осылай ойлайтын болса әрбір адам, онда оның шынымен де үлкен мәні мен маңызы арта түседі. Одан кейін бұл жерде тағы маған ұнағаны,
Элизабет Лукастың жаңағы тәжірибесімен, яғни Элизабет Лукастың алдында келген пациенттердің өмірімен, яғни пациенттердің өмірі болған, солардың сөйлеумен, соларға айтқан кеңестерімен өлшенеді. Мысалы, Элизабет Лукас көбіне көп логотерапия жөнінен қараған, яғни логотерапия ол жалпы адамның өткен өмірін емес, бағанағы айтқанымдай болашаққа деген ұмтылысын, яғни миын, санасын дұрыс бағытқа жұмыс істетуге үйрететін ғылым түрі болып табылады екен. Менің түсінгенім осы кітаптан. Яғни сен өткен өміріңді қазбалап өмір сүргеннен ешқандай пайда жоқ. Оданша осы бір логотерапия арқылы сен тек қана жақсылық ойлауды, тек қана позитивті ойлауды үйренуіңе болады деген ұғымға сайып алып келдіреді. Бұл жерде енді әртүрлі құндылық туралы жазылған, IQ, балалардың IQ туралы жазылған. Сосын қазіргі ата-аналардың балаларын тек қана оқысын деп балаға деген құндылық беруден қалып жатқанын, бала өте қатты білімді болғанмен адамгершілік жағынан ақсап жатқандығын көбіне көп сөз етеді. Яғни өте білімді бала, өте дарынды бала, өте сабағын жақсы оқитын бала, бірақ рухани құндылық жағынан ақсаңдап қалып жатқандығын көп ескертетін мысалдар бар. Ол үшін қайтпек керек? Ол үшін баламен мардымды жұмыс жасау керек. Көбіне көп әдеби құндылықтарға толы шығармаларды көп оқыту керек. Және де осындай құндылықты бойына сіңіру үшін баламен кәдімгідей отырып сөйлесу керек, сезімін ашу керек. Бізде қазір барлық ата-аналар балаларын вундеркинд қылғысы келіп, сабақтан шыққасын ана курсқа, мына курсқа, анда апарады, мында апарады, жарысқа апарады. Бірақ ондай бала өте қабілетті, білімді болғанмен, белгілі бір дәрежеде, белгілі бір жасқа дейін өте қатты қарқынды жұмыс істеп, білімін көрсетіп жүргенмен, белгілі бір уақытқа келгенде ол оның мәнін көрмей, құндылығын көрмей тоқтап қалуы да мүмкін. Оның мәнін, мағынасын түсіндіріп, біз сондай дүниелерге ұмтылдырсақ, немесе қай нәрсеге баланың ебі бар, сол нәрсеге ғана бағыттасақ, онда біз шынымен де ол баладан жақсы тұлға жасай алады екенбіз. Сосын тағы да айтатын нәрсе, балалықтан даналыққа деп, көбіне көп бұл жерде біз баланы емес, бала бізді тәрбиелейтіндігі жөнінде айтқан. Яғни баланың бойындағы кем кетіп кеткен қасиеттер, ол ата-анадан кетіп жатқан қасиеттер деп. Яғни ата-ана қандай болса, бала да сондай болады. Себебі бала сол ата-ананың ксерокопиясы деген секілді нәрселерге көп мысалдар келтірген. Яғни баланың бойындағы болып жатқан кемшілік болсын, болмаса жаңа көбіне көп кішкентай баланың психологиясы, денсаулығы өзінің анасымен, ата-анасымен байланысты деп айтып жатамыз ғой, үйдегі аурамен. Соның бәрін жаңағы келтіріп өтеді, мысал ретінде келтіріп өтеді. Себебі бала белгілі бір дәрежеде бізге еліктейді, бала белгілі бір дәрежеде бізді өзіне үлгі тұтады. Сол себепті де баланы тәрбиелі, дұрыс, дені сау ұрпақ қылып, өзінің жаңағы ерік жігері мықты ұрпақ қылып өсіру үшін өзіміз де соған лайықты болуымыз керек. Ең алдымен өзімізді тәрбиелей білуіміз керек деген құндылықты үйретеді бұл кітап. Мен соны қатты түсіндім. Кейбір мәселе дейді бұл кітаптың басында жазады автор. Балада емес, ата-ананың өзінде деп жатады. Себебі ата-ана өзіндегі мәселені көрмей, ол мәселені әкеліп балаға тықпалайды дейді. Ал бірақ біз баламен емес, ата-анамен сөйлесіп, ата-ананың мәселесін шешкіміз келгенде ата-ана қаша бастайды дейді. Бірақ мәселенің түйінін тапқаннан кейін сол бір мәселемен күрескен дұрыс болады. Себебі әр адам тек өзін тәрбиелей алады, өзімен ғана жұмыс істей алады. Бұл жерде жазылған өзіңмен жұмыс істеу ол оңай емес.
өзіңді тәрбиелеу, өзіңді бір нәрсеге ұмтылдыру. Себебі өзіңді бір нәрсеге ұмтылдырғаннан гөрі біреуді қинап бір нәрсе істете салған дұрыс сияқты болып көрінеді. Сол оңайырақ болып көрінеді бізге. Ол шынында да оңайырақ шығар, біреуді тәрбиелеу, біреуді жоқ сен үйтпе, сен бүйт деп біреудің сыртынан критика айту деген секілді. Бірақ ең басты біздің жауымыз ол адамның өзі, ең басты жақын дос та адамның өзі. Сол себепті де өзімізді тәрбиелесек қана біз белгілі бір деңгейде тұлға болып қалыптаса аламыз. Бұл кітап соған үндейді, соған үйретеді. Сол себептен де балалықтан даналыққа деп арналған шығар. Достар, жалпы кітаптан түсінген түсінігім осы. Өздеріңіз де оқып көрерсіздер. Бұл кітапты оқып жатсаңыздар, сіздер де өздеріңіздің ой пікірлеріңізді комментарийде бөлісіңіздер. Маған өте қызық. Мен де осындай кейбір кітаптарды оқыған кезде талқылағым келеді. Комментарийге жазсаңыздар, мен міндетті түрде комментарийларыңызды оқимын. Мен бұл кітапты өзімді дамытайын, әрі балаларымды дамытайын деп оқыған болатымын. Жалпы қандай құндылық сіңіреді екем, қандай білім алады екем, қандай ақыл алады екем деп мен өзіме керекті құндылық пен білімді алдым. Ал сіздер қандай құндылық пен білімді алдыңыздар? Сіздерде қандай сезім болды бұл кітапты оқыған кезде? Соны комментарийде бөлісіп жазсаңыздар. Айтылған ойым ұнаса, лайк басып, осы видеомен бөліссеңіздер, әрі менің арнама тіркелсеңіздер, қатты қуанып қалар едім. Көргендеріңізге рахмет.